Қайырлы күн, құрметті Тарих мектебі каналының көрермендері. Бүгінгі біздің сабағымызда көне түркі жазба ескерткіштері туралы айтатын боламыз. Түркі тілі мен жазуының тамыры тереңде жатыр. Өздерінің әрпі пайда болғанға дейін түріктер соғды әліппесін пайдаланған. Түріктердің әліппесі 7 ғасырдың бірінші жартысынан бастап әйгілі бола бастады. Ол әртүрлі таңбалық белгілерден құралып, 37-38 әріптен тұрды. Түрік жазуының артықшылығы ол ағаш пен тасқа жазулы қолайлы болды және түркі тілінің ерекшеліктері ескерілді. Кейіннен зерттеушілер ол жазуды руна жазулары деп атады. Руна жазуымен жазылған ескерткіштер Орхон, Толы және Селенга өзендерінің бойында таралған. Олардың арасында Білге қаған мен Күлтегіннің ескерткіш бағаналары, Тоныкөктің ескерткіші, Онгин жазуы, Селенга тасы, Терхин бағанасы, Қара Балсағұн жазуы және тағы басқа түрлері бар. Бұл жазулар жалпылама түрде Орхон ескерткіштері деген атаумен белгілі. Орхон Енисей аймағындағы мұндай белгілі болған жазулар саны 150-ге жетеді. Олардың арасында әлі күнге дейін оқылмағандары да бар. Ежелгі түркі жазулары арқылы бізге жеткен тарихи деректер түркілердің рухани мәдениетінің аса жоғары болғандығын дәлелдейді. Түріктердің әртүрлі миграциялық қозғалыс барысында тілдік тұрғыдан өзара жақындасулары да орын алды. 6 ғасырдың ортасында Орталық Азияда түрік қағанатының құрылуына байланысты және көне түрік тайпаларының билік үшін күресіндегі манчжур тұңғы тілдес тайпалардан бөлінулері бұған шешуші ықпал жасады. Евразия мен оған көршілес аймақтарда бірнеше түркі тілді топтар, мысалы бұлғар хазарлар, батыс түріктер, қарлұқ бірлестіктері қалыптасты. 8-10 ғасырларда Ертіс маңындағы түркі тілдерде қимақ қыпшақ тіл тобы орнықты. Жетісу мен оңтүстік Қазақстан аумағында Жібек жолының өркендеуі барысында Иран тілді соғдылықтар отырықшы мекендердегі түріктердің арасына ене бастады. Мысалы, Шу өңірінде 6-8 ғасырларда өркендеген 18 ірі қалалар мен қалашықтардың негізгі халқын түркілермен қатар соғдылар, сириялықтар, парсылар құрады. Сонымен қатар батыс түрік қағанатында орта ғасырлық қалалық және егіншілік мәдениеті қалың түркінің ортасына еніп алған соғдылықтардың қатысуымен қалыптаса бастады. Батыс түрік қағанатының Шаш пен Ферғанада табылған теңгелерінде соғды тіліндегі жазулардың табылуы да сондықтан. Жібек жолы бойында жеке топтар түрінде орналасқан соғдылар түркі тілінің және мәдениетінің ықпалына төтеп бере алған жоқ. Олардың көпшілігі біртіндеп түркіленіп кетті. Яғни ассимиляцияланып, көпшілік азшылықты өзіне бағындырды деген сөз. Орталық Азияға едәуір таралған араб жаулаушылығы да түркі дүниесіне рухани ықпал жасады. Мысалы, арабтар жергілікті кейбір тайпалардың ислам дінін қабылдауына байланысты өздерінің тілін дін мен құқық саласында еркін қолдана бастады. Алайда түркілер өздерінің дәстүрлі ойлау жүйелерінен, әдет-ғұрыптарынан қол үзе алған жоқ, өйткені жаңа исламдық діни таным бұрынғы ата-бабадан келе жатқан дәстүрді ойлау жүйесін жетілдіріп, жаңа түсініктермен толықтыра түсті. Ал мұның өзі Евразия кеңістігіндегі тайпалардың түркілер ықпалына түсуін жылдамдатты. Енді көптеген тайпалардың ислам дініне қабылдауына байланысты деген оқиғаны біз келесі сюжетімізде баяндайтын боламыз. Өйткені батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін олардың орнына түргеш қағанаты құрылады. 751 жылы түргештердің тарихында олардың ыдырауының басына айналған Атлах немесе Талас шайқасы болып өтеді. Бұл шайқасқа қатысқан 3 түрлі күш бар. Ол қарлұқтар, арабтар және қытайлардың ықпалы еді. Осындай қарсыласқан түргештерді қырып тастаған арабтар мен
Қытайлардың өзара шайқасы билік үшін иерархияның басы болатын. Бірақ, екі топқа да белгілі жер аймақтары берілмей, ол жерге иелік қарлұқтардың қолында қалды. Бұл қызықты әңгімені тыңдағыларыңыз келсе, біздің арнамызға тіркеліп, подписация бөліміне өтіп қойыңыз. Келесіде Атлах шайқасы туралы қызықты мәліметтер ұсынатын боламыз.